Қайырлы күн оқушылар. Бүгін мінекей ауызша азайту бойынша бірінші сабағымызды бастаймыз. Яғни біз қосу амалдары бойынша сабағымызды мыңға дейінгі сандарды қосуды үйрендік. Енді ауызша азайту тапсырмаларын жазбаша орындаудан бастайық. Ең бірінші балалар, мен өткенде айтып өткенімдей, қосу амалы бойынша 5 пен 5-тің қосындысы 10, 6 мен 4-тің қосындысы 10, 7 мен 3-тің қосындысы 10, 8 бен 2-нің қосындысы 10, 9 бен 1-дің қосындысы 10-ға тең. Мінекей қосу амалында 10-ға дейінгі сандарды осылай қосуды, яғни саусақпен қосуды үйренген едік. Енді біз азайту амалында біз осы 10-ға дейінгі сандарды дәл солай саусақпен азайтуымызға болады, балалар. Ол үшін мінекей 10 саны, яғни осы 10-нан 5-ті азайтқанда 5 бірінші қосылғыш қалады. Яғни мәнінен екінші қосылғышты азайтқанда бірінші қосылғыш қалады. Мінекей 10 азайту 5 тең 5. Енді 10 азайту 4. 10 азайту 4 тең 6. Міне 10-нан 3-ті азайтсақ 7 қалады. Мінекей қосу мен азайту бір-біріне кері амалдар. Қосуды азайту арқылы, азайтуды қосу арқылы тексеріп мәнін анықтауымызға болады. Келесі 10-нан азайтамыз, мінекей 2-ні. 10-нан 2-ні азайтқанымызда 8. Келесі 10-нан 3-ті азайтсақ 7. 10-нан 1-ді азайтсақ 9. Мінекей балалар, азайту амалында енді осы ережені сақтаймыз. Енді біз 10-ға дейінгі сандарды азайтуды білеміз, балалар. Бірінші сыныпта өтіп кеттік. Енді 2 таңбалы саннан 1 таңбалы санды азайтуды үйренейік. Ол үшін мысалы 11 санынан 7 санын азайтайық. Енді 11 санынан 7 санын азайту үшін біз қосу амалында менің үйреткенімдей бірлікке бірлікті қосып, ондықты алдына жазатын едік, балалар. Ал енді бұл жерде бірліктен бірлікті азайта алмаймыз, өйткені бірлігіміз біздің азайтқыштан кіші сан. Сондықтан бұл жерде азайта алмаймыз. Енді біз ондықтан, мінекей ондықтан азайтқышты азайтамыз. 10 азайту 7. Одан кейін барып, балалар, мына бірлік қалады. Осы бірлікті оған қосамыз. Мінекей балалар, 10-нан 7-ні азайтқанда, міне 10-нан 7-ні азайтқанда 3 қалады. Мына жерде 3 қалды. Оған мына 1-ді қоссақ 4 болады. Сонда 11 мен 7-нің айырмасы 4-ке тең. Келесі 14 азайту 8 деп алайық. Бұл жерде де дәл солай ондықтан азайтқышты азайтамыз. 10 азайту 8. Қосамыз, мына 4 бірлікті тең болады. 10-нан 8 азайтқанда, мінекей балалар, 10-нан 8 азайтқанда 2 қалады. 2, 2-ге 4 бірлікті қоссақ 6. Мінекей 14 пен 8-дің айырмасы 6-ға тең. Келесі 17-ден азайтамыз 9-ды. Бұл жерде де дәл солай 10 азайту 9. Қосамыз 7-ні. Мына 7 бірлікті қосамыз. Бірінші 10-нан 9 азайтып аламыз, оған 7 бірлікті қосамыз. 10-нан 9 азайтқанда 1, 1-ге 7-ні қоссақ 8. Мінекей 17 мен 9-ның айырмасы 8-ге тең. Келесі 16-дан 9 азайтайық бұл жерде де. Бұл жерде де дәл солай 10 азайту 9. Қосамыз 6 бірлікті тең. 10-нан 9 азайтсақ 1, оған қосамыз 6-ны 7 болады. Сонда 16 мен 9-ның айырмасы 7-ге тең. Мінекей балалар, осы әдіс бойынша мына ережелерді сақтай отырып, азайту амалын жазбаша орындаймыз. Одан кейін келесі бетті минутқа қойып, ауызша азайтуларыңа болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осы.
Сіздерге сәттілік.